Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Жұмыртқамызға қант, ванильный қантымызды қосып араластырамыз. Үй температурасында майымызға қаймағымызды қосып араластырамыз. Unumuz ve разрыхителімізді қосып, нанымызды илеп аламыз. Нанымызды 5-10 минутқа бетін жауып қоямыз. Сүзбемізге ақуызымызды қосып араластырамыз. Unumuz бен қант ұнтағын қоса отырып жақсылап араластырамыз. Нанымызды 2 бөлікке бөліп жайып аламыз. Домалақ формамызбен кесіп аламыз. Кесіп алған нанымыздың арасына салып, дәл осы видеодағыдай жасап шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, духовкада 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Бетіне қант ұнтағын сеуіп қойсаңыздар да болады. Печеньеміздің дәмі өте керемет, жұмсақ болып шығады, жасап көріңіздер.